Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз отбасын жоспарлау. Отбасын жоспарлауға не кіреді? Оған жыныстық қатынасқа дайын болу, яғни жыныстық қатынасқа дайын болу деген бұл физикалық тұрғыда және кәмелеттік жасқа толған және де саналы түрде жыныстық қатынасқа дайын болуды айтамыз. Және жүктіліктен сақтану, яғни контрацепция әдістерін қолдану. Жұптың денінің сау болуы, яғни отбасын жоспарлау кезеңінде бір жақты ғана емес, екі жақты, яғни болашақ ананың да болашақ әкенің де денінің сау болуы маңызды. Және балалы болуға да дайын болу. Өйткені балалы болу бұл үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан оған да алдын ала дайын болған жөн. Жалпы жыныстық қатынас басталмас бұрын мына сұрақтарға жауап таба алу қажет. Сіз болашақ жыныстық серіктесіңізбен қандай қарым-қатынастасыз? Бұл адаммен осы жағдайда, осы жерде сіз өзіңізді қауіпсіз сезінесіз бе? Бұл қарым-қатынас екі жақты келісім барысында болғалы тұр ма? Сіз шын мәнінде осыны қалайсыз ба? Әлде сізге қысым, серіктес жағыңызда немесе қоғамнан қысым келтіріліп жатыр ма? Сіздің жыныстық қатынасыңыз қорғалған ба? Сіз серіктесіңіздің сізге ешқандай жыныстық жолмен берілетін инфекциялар жұқтырмайтынына сенімдісіз бе? Осы сұрақтарға толық жауап бере алған кезде ғана жыныстық қарым-қатынасты бастаған жөн. Жыныстық қарым-қатынас бұл ер мен әйел арасындағы жақындықтың ең жоғарғы деңгейін сезіну мүмкіндігі. Сондықтан оның басты кепілі қозу емес, бір-біріне сенім арту. Жыныстық қатынас кәмелет жасқа жеткен ересек адамдар арасында ортақ белсенді келісім, екі жақты келісім арқылы менталды, саналы түрде орындалуы қажет. Белсенді келісім дегеніміз не? Бұл жұптар жыныстық қатынасқа өз еріктерімен және өз қалауымен түседі. Бұл қалауын нақты айтып жеткізеді, сездіреді. Сондай-ақ кез келген жұптың бірі жыныстық қатынас немесе басқа байланыс кезінде сексті жалғастырудан бас тартуға құқылы, ондай жағдайда екіншісі өз әрекетін дереу тоқтатуы қажет. Және мына принциптарды үнемі ұстанып жүру керек. Қатынасқа түсетін адамдардың жасы, яғни кәмелет жасқа толған ба? Жыныстық қатынас кезеңіндегі жағдай алкогольді немесе есірткіні тұтынған ба, әлде қатты ашу барысында агрессияда ма? Жұптардың жыныстық қатынасқа толық келіскеніне көз жеткізу қажет. Адамдардың бір-біріне қатысты тең позиция ұстану, яғни оқушы студент немесе оқытушы студент немесе қаржылық тәуелділік болып тұр ма? Жоқ дегеніміз жоқ принципі. Физикалық жақындық туралы шешімді жыныстық жұптың екеуі бірдей қабылдайды, екі жақты қабылдайды. Қатынасқа түспестен бұрын қыздың келісімін алу қажет. Ол тіпті ер адамның қалауын ояту үшін арнайы киінген сияқты болып көрінсе, жыныстық қатынасқа түсу үшін әдейі флирт жасап тұрғандай болып көрінсе, бұның барлығы жыныстық қатынасқа түскісі келеді дегенді білдірмейді. Сондықтан оған көз жеткізу қажет. Күлімдеу, жымию, бас изеу немесе ынтызар көзқарас бұл болашақ серіктесіңіздің келісім бергені деп білмеңіз. Себебі әрбір адамның тәрбиесі әртүрлі, мінез құлқы әртүрлі. Сондықтан келісім міндетті түрде сөзбен айтып жеткізілуі қажет, яғни я, мен жыныстық қатынасқа келісемін, я деп айтылу қажет. Қыз алдымен я деп жауап берсе, ал физикалық жақындық басталар алдында бас тартатын болса, оның шешімін құрметтеп, жыныстық қатынасты ол толық дайын болғанға дейін, толық болған уақытқа дейін шегеру қажет. Жігіттің қозып алғандықтан оргазм алуға көмектесуің керек екенін айтса, әйтпесе жағдайы нашарлайтынын айтатын болса, мұны манипуляция деп түсіну қажет. Себебі өзіңнің қалауыңнан аттап кетпеуің қажет. Өз шекараңды бұзба және өзіңнің шынымен де не қалайтыныңды, ішкі даусыңды тыңда. Шынымен осы жыныстық қатынасқа түскің келе ме, әлде кейінге қалдырғың келе ме? Жыныстық қатынасқа түскің келмесе, оған уайымдайтын ештеңесі жоқ, алаңдама. Жыныстық қатынасқа дайын болмау бұл қалыпты жағдай. Және жұп екеуі бірдей дайын болған кезде ғана жыныстық қатынасқа түскен жөн. Жаңағы айтқанымыз жыныстық қатынас принциптер, енді нормалар туралы айтсақ.
егер де менталды екі жақты дайын болса, екі жақты белсенді келісім болған жағдайда, онда бірінші жүктіліктен сақтану шараларын, әдістерін қолдану қажет. Алғашқы жыныстық қатынас міндетті түрде мүше қаппен болғаны дұрыс, және әр жыныстық қатынастың алдында міндетті түрде дәрет алып жуыну қажет. Аяқталғаннан кейін кіші дәретке барып, содан кейін тағы да жуыну қажет. Бұл қабыну процесінің цистит, уретрит сияқты қабыну процестерінің алдын алады. Отбасын жоспарлаудың артықшылықтары. Жаңағы айтқанымыз жыныстық қатынасқа дайын болу, яғни кәмелет жасқа толған, саналы тұрғыда, сенімді жыныстық серіктеспен жыныстық қатынасқа түскен күннің өзінде ары қарай отбасын жоспарлаудың келесі кезеңіне өтеді. Яғни қаншалықты балалы болғысы келеді, дәл қазір балалы болуға дайын ба, және қанша бала болғанын қалайды, балалардың санын және туылу жас айырмашылықтарының анықтауға осы отбасын жоспарлай отыра қол жеткізуге болады. Бұған әрине контрацепция әдістерін қолдану және бедеулікті емдеу арқылы жетуге болады. Отбасын жоспарлау неге көмектеседі? Бұл адам құқығын іске асырады, өмірді құтқарады және денсаулықты сақтайды, кедейлікті азайтады, әйелдердің құқығы мен мүмкіндіктерін кеңейтеді және тұрақты дамуға көмегін тигізеді. Отбасын жоспарлау Қазақстан Республикасы саясатының бір бөлігі болуының 4 себебі. Бұл біріншіден аналардың мықты денсаулығы мен сәбилердің өмір сүру мүмкіндігінің артуы. Яғни контрацепция әдістерін, заманауи әдістерін қолдана отырып, әйелдердің тым ерте босануын, тым кеш босануын, немесе тым жиі босануын, тым жиі жүкті болуының алдын алады. Контрацепцияны қолдану асқыну қаупі жоғары жүктілікпен босану санын азайтады. Яғни созылмалы аурулары бар, қауіпті аурулары бар әйелдерге олардың денсаулығын сақтайды деуге де болады. Сақтай отыра ана өлімін және бала өлімінің статистикасына өз септігін тигізеді. Екіншіден, түсік түсіру санын азайтады. Қазақстанда әрбір 6-шы жүктілік түсікпен аяқталған және репродуктивті жастағы әрбір 5-ші әйел өз өміріне кем дегенде бір рет аборт істетіп көрген. Бейресми некедегі жасөспірімдер, яғни 15 пен 19 жастағы әйелдердің, қыздардың 71% контрацепция әдістерін мүлдем қолданбайды. Бұл әрине олардың жоспарланбаған қалаусыз жүктіліктеріне алып келеді және ары қарай олардың ерте босану көрсеткішін көрсетеді. Жыныстық жолмен берілетін инфекция мен адамның иммун тапшылығы вирусынан сақтау. Контрацепция әдістері жыныстық жолмен берілетін инфекциялармен қатар осы АИТВ-дан да қорғайды. Сондықтан бұл осы жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың асқынуларының кіші жамбас ағзаларының қабынуын азайтады және әрине бедеуліктің деңгейін түсіріп ары қарай ұрпақты болуға мүмкіндік береді. Қазақстандағы жыныстық дебюттің орташа жасы бұл 16,5 жас. 15 пен 24 жас аралығындағы жастардың 3/2 АИТВ-ның жұғу жолдарын білмейді. 44% ұлдардың 4 және одан да көп адаммен төсек қатынасына түскенін айтады. Көбінесе жеткіншектер тәртіпсіз жыныстық өмір тәжірибесінен кездесетін қауіптен қорықпайды, себебі бұл туралы ақпаратқа ие емес. Әйелдердің құқығы мен мүмкіндіктерін кеңейтеді. Егер де әйел үнемі жүктілікпен, босанумен, емізумен, яғни декретте жүретін болса, онда оның ары қарай мамандану деңгейінің төмен болады, яғни ары қарай білімін жалғастыруы қиын болады. Қарапайым қара жұмысқа жұмыс істеуге тура келеді. Бұл әрине отбасындағы кірістің аздығы және де көп бала болғандықтан олардың жауапкершілігі бар. Бұның барлығы айналып келіп отбасындағы кірістің жетіспеушілігіне алып келеді. Сонымен қатар денсаулығы да сыр бере бастайды, балалардың денсаулығы дұрыс болмайды. Әрине үйде жалғыз ғана асыраушы болғандықтан сол жолдасына тәуелді болып қалуы мүмкін.
және де осының барлығы қайталана келе осындай ата-анадан өскен балалар да аналарының қылығын қайталауы мүмкін, және бұл кедейліктің асқынуына, ушығуына алып келеді. Жиі қойылатын сұрақтар: мүшеқап жыртылғанда немесе дәрі ішуді ұмытқан жағдайда жүктіліктің алдын алу үшін не істеу қажет? Жүктіліктің егер де жоспарланбаған, сақтанбаған жыныстық қатынас болса, онда шұғыл контрацепция әдістерін қолдануға болады, бірақ бұл әдісті жиі қолдануға болмайды, жылына 1-2 рет қана, 2-ден көп қолдануға болмайды, және бір цикл бойында 1 рет қана қолдануға болады. Және бұл үнемі тұрақты қолданатын контрацепция әдісі емес, тек қана мүшеқап жыртылған жағдайда немесе жүктіліктен сақтану шарасы қолданбай қалған жағдайда қолдануға болады. Аптекада сатылады, шұғыл контрацепция әдісі деп аталады, және оны инструкция бойынша қорғалмаған жыныстық қатынастың алғашқы 72 сағатында ғана қолданған жөн, содан кейін оның эффективтілігі төмендейді. Таблеткаларды тек жыныстық серігіңмен кездескенінде қабылдап, басқа уақытта қабылдамауға бола ма? Бұл жерде айтып отырылған таблеткалар бұл противозачаточный, яғни оральды контрацепция, яғни жүкті болмайтын таблеткалар. Оны тек жыныстық қатынас болған кезде ғана қабылдауға болмайды, ол үнемі қабылданады. 21 немесе 28 күндік таблеткалар болады. Оларды 21 күндік болса, 21 күндігін ішіп, 7 күн демалыс болып, қайтадан жаңа коробка басылады, ал 28 күндікін үнемі үздіксіз ішу қажет болады, және бір коробка аяқталғанда екінші коробканы бастайды, және ол міндетті түрде уақытында, күнделікті бір уақытта ішілуі қажет. Сондықтан тек жыныстық қатынаста ғана емес, сонымен қатар ұзақ уақытқа берілетін таблетка болып табылады. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Ғайза Мұратқызы.